Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі таңда мен сіздің проблемаңыз емес, бүкіл дүние жүзін косметикалық проблемаға айналған қайызғақ мәселесі. Ол шешілмейтін мәселе емес, оның шешімі бар. Бүгін мен сіздерге көрсететін әдіс сіздің мәселеңізді шеше, мен өте қуанышты боламын. Үй жағдайында 3 затпен осы қайызғақтан құтылуға болады. Ол үшін жұмыртқаның сарысы, 1 шай қасық ас содасы, 1 шай қасық кәдімгі тұз керек болады. Осы 3 затты араластырып, жақсылап массаға келтіреміз. Бірдей массаға келгеннен кейін осы масканы бас терісіне жағып шығамыз. Және 1 сағат пакет киіп жүреміз. Одан кейін басымызды жылы сумен шайып тастаймыз. 1 рет жасағаннан нәтижесі көрінеді. Егер сізде қайызғақ өте көп мөлшерде болатын болса, онда косметологқа барып көрініңіз. Ол жерде сіздің басыңыздың проблемасы шешіледі деген ойдамын. Қыздар, масканы жасаған кезде домашний жұмыртқаны пайдаланыңыздар. Оның пайдасы өте көп. Ал егер үйіңізде домашний жұмыртқа болмаған жағдайда, осы магазиннің жұмыртқасын қолдануға да болады. Ал қыздар, жасап көріңіздер, нәтижесін комментарияға жазып кетіңіздер. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып кетіңіздер. Достарыңызбен бөлісіңіздер.